бөлінгіштік қасиеттері яғни кейбір кезде үлкен сандарды біз қандай да бір сандарға бөлуге қиналып қаламыз. Сондықтан бөлінгіш қасиеттерін білу керек. Мысалы, мына сандарға оңай, қалай үлкен сандар мына сандарға қалай оңай бөлінетінін бірден көруге болады. Айталық 2-ге. 2-ге барлық жұп сандар бөлінеді. Барлық жұп сандар. Жұп сандар деп отырғанымыз қалай? Жұп сандар дегеніміз ол соңында былай аяқталатын. 0, 2, 4, 6, 8. Осылай аяқталатын сандар ғана 2-ге бөлінеді. Мысалы, 1246. 2-ге бөліне ме? Әрине бөлінеді, себебі соңында 6. Егер бұны алып тастасақ, 124 2-ге бөліне ме? Әрине бөлінеді, себебі соңында 4. Егер 125 болса бөлінбейтін еді, себебі соңында 5. 2-ге тек қана жұп сандар бөлінеді, оның соңында 0, 2, 4, 6, 8 ғана болу керек. Егер соңында 1, 3, 5, 7, 9 болса, ондай сандар 2-ге ешқашан бөлінбейді. 3-ге бөлінгіштік және 9-ға бөлінгіштік, бұл екеуі өте ұқсас бір-біріне. Қандай сандар 3-ге 9-ға бөлінеді? 3-ге 9-ға бөлінеді, егер оның цифрларының қосындысы 3-ге бөлінсе. Цифрлардың қосындысы 3-ге бөлінсе, онда сандар 3-ге бөлінеді. Цифрлардың қосындысы 3-ге бөлінсе, онда сандар 3-ге бөлінеді. Ал цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінсе, 9-ға бөлінсе, онда сандар 9-ға бөлінеді. Қалай түсінуге болады цифрлардың қосындысы деп? Мысалы, 500 айталық 22. 522 саны 3-ке бөліне ме, бөлінбей ме? Соны бірден бөлу үшін сіз цифрларын қосасыз. 5, 2 және 2-ні қосасыз. Ол цифрларын қосқан кезде не шығады? Бізде 9 шығады. 9 саны 3-ке бөлінсе, сол цифрлардың қосындысы 3-ке бөлінсе, онда мына бастапқы берілген сан 522-ді 3-ке бөлінеді. Тексеріп көрейік. 52-ні 3-ке бөлгенде 17 бізде. 17-ні 3-ке 51. Нарда 12, 12-ні 3-ке бөлсек 4 қалады. Арасында да 174 шығады екен. Енді дәл сол 522 саны 9-ға бөліне ме? Ол 9-ға да бөлінеді, себебі оның цифрларының қосындысы 9, 9, 9-ға бөлінгендіктен 522 саны 9-ға да бөлінеді. 9-ға бөліп тексерсек, 52-ні 9-ға бөлсек біз 5-тен береміз 45, сол кезде 7 қалады, 72-ні 9-ға бөлсек біз 8. Арасында да бөлінді. 3 пен 9-ға бөлінетін сандарды білу үшін тек қана 3 пен 9 басқа варианттарға бұл жұмыс жасамайды. Біз цифрлардың әр цифрын жеке-жеке қосып шығамыз. Сол шыққан қосынды 3-ке бөлінсе, ол сан 3-ке бөлінеді, шыққан қосынды 9-ға бөлінсе, ол сан 9-ға бөлінеді. Тағы да бір ұқсастық бар бізде кімдердің арасында? Мынау 4-ке бөлінгіштікте және 8-ге бөлінгіштікте ұқсастық бар. 4, 8, 2-ні де алуға болады. Біз 2-ге бөлінетін кезде біз соңғы цифрына қараймыз. Соңғы бір штук, мысалы, айттық жаңа мынарда мысал болды. Басқа мысал қарасаңыз, 7068 десек, ол сан 2-ге бөлінеді, себебі соңғы цифры 2-ге бөлінеді. 4-ке бөліну үшін біз соңғы 2 цифрын қарау керекпіз. Себебі 4 дегеніміз ол 2-ні 2-ге көбейту, яғни 2 штук 2. Әрбір 2-ге бөліну үшін біз соңғы цифрға қарап отырамыз. Сондықтан 2 2-ге қатарынан бөліну үшін біз соңғы 2 цифрына қараймыз. Яғни дәл сол 7068 4-ке бөліне ме, бөлінбей ме бөліну үшін, асан 4-ке бөліне ме, бөлінбей ме білу үшін біз соңғы 2 цифрмен ғана жұмыс істейміз, яғни 68-мен жұмыс істейміз. Егер 68 4-ке бөлінсе, онда 7068 4-ке бөлінеді. Сіз 68 4-ке бөліп көресіз. 68 4-ке бөлінеді, себебі ол 60 және 8-дің қосындысы 60-та 8-ді 4-ке бөлгендіктен 68-ді 4-ке бөлінеді. Демек 7068-ді 4-ке бөлінеді. 8-ге бөлінгіштік болса, 8 дегеніміз ол 2 көбейту 2 көбейту 2, ол 3 штук 2. Сондықтан біз соңғы 3 цифрына қараймыз. Соңғы 3 цифры онан құралған сан 2 бөлінген. Тағы да 7068 саны 8-ге бөліне ме десек, біз қандай жерге қараймыз? Біз 068, 068-ден кәдімгі 68. Осы 8-ге бөліне ме? Бұл 8-ге бөлінбейді, 68 4-ке бөлінгеннен кейін 17 қалады, 17 ары қарай 2-ге бөлінбейді. Сондықтан бұл сан 8-ге бөліне алмай. Жалпы 068 деп аяқталатын ешқандай сан 8-ге бөлінбейді. Ал егер мен айталық 9512 санын берсем, ол 8-ге бөлінбесе, мен 512-мен ғана жұмыс істеймін. 512-ні 8-ге бөліп көресіз. 512 8-ге бөлінсе, ол сан 8-ге бөлінеді. 512-ді қалай білуге болады, 8-ге бөліне ме, бөлінбей ме? Бұған ең жақын 8-ге бөлінетін сандарды білесіз бе өзіңіз? Мысалы, 400 саны 8-ге бөлінеді, 400-ден кейін нарда қанша қалады? 112 қалады. 112-ге ең жақын 8-ге бөлінетін сан, мысалы, сіз 80-ді білесіз. Сол кезде 480 8-ге бөлінеді да, нарда қанша? 32 қалды. 32 қалған 8-ге бөлінеді. Яғни 512 ол 480 және
32-нің қосындысы. 2 де 8-ге бөлінеді, сондықтан 512 саны 8-ге бөлінеді. Демек, 512 деп аяқталатын кез келген сан 8-ге бөлінеді. Ол 19512 болуы мүмкін, ол 219512 болуы мүмкін. Иә, 8-ге бөлініп соңғы 3 цифрға қараймыз. Яғни 2 ол соңғы 1 цифрға қараймыз. Соңғы 1 цифр 4-ке бөліну үшін соңғы 2 цифрға қараймыз. 2 цифрдан құралған санға, 8-ге бөліну үшін соңғы 3 цифрдан құралған санға қараймыз. 5-ті біз бәріміз білеміз, көбейту таблицасын өттік, иә, қашан 3-ші сыныпта өтсек, сол 3-ші сыныпта білеміз. 5-ке бөліну үшін соңында 2-ақ вариант болу керек. Соңында тек қана 0 немесе 5 деп аяқталатын сандар ғана 5-ке бөлінеді. Ал 10-ға бөліну үшін соңында тек қана 0 деп аяқталу керек. Мысалы, соңында 1 0 болсын, 2 0 болсын, бәрі ең соңғы цифрасы 0 болса, ондай сандардың барлығы 10-ға бөлінеді. 100-ге бөліну үшін соңында 2 0 болу керек, себебі 100-дің 2 0 бар, иә? Енді бізде мынандай қызық бір сандар бар. Оларды бөлек түспен алайық. 6-ға деген вариант бар мындарда. 12-ге деген бар. 18-ге, немесе 15-ге, мыналар. Бұларды екі санның көбейтіндісіне әкеліңіз. Екі көбейткіштің біреуі жайсан болу керек, иә? Мысалы, 6 ол 2 мен 3-тің көбейтіндісі. 12 ол 3 пен 4-тің көбейтіндісі деп алсақ болады, иә? 3 жайсан бізде. 15 бізде 3 пен 5-тің көбейтіндісі. Ал 18 бізде 2 мен 9-ның көбейтіндісі деп ала алмаймыз. 9 ары қарай 3 пен 3 болып жіктеледі, сондықтан біз оны жоқ, керісінше 2 мен 9 деп ала аламыз, себебі 2 ол не? Ол жайсан, 9-ның өзінің қасиеті бар. Осы алайық. Ал 3 пен 6 деп 3 пен 6 деп ала алмаймыз, себебі 6 тағы да 3-ке бөлінеді. Сондықтан біз мына жерде 3, мына жерде 3 деп ала алмаймыз. Ал 2 мен 9 деп аламыз, иә? Енді 6-ға бөлінетін сан 6-ға тез бөліне ме, бөлінбей ме, ол бірден білу үшін, тез білу үшін, ол сан 2-ге де, 3-ге де бөліну керек. Сіз 2-ні білесіз. 2-ге бөліну үшін соңғы мыналар тұр. Яғни мен 6-ға бөлінетін айталық бір 3 таңбалы сан құрастырғым келіп отыр, 6-ға бөлінетін. Ол үшін ол 2-ге бөліну керек. Бірінші 2-ге бөліну үшін мен не істеймін? Мен соңында мыналардың біреуін қойып қоямын. Айталық сіз соңынан 4-ті қоясыз. Болды. Соңғы былай болса, ол 2-ге бөлінеді. Мынау орындалды бірінші шарт, иә? 3-ке бөліну үшін біз білеміз, цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. Яғни цифрларын қосамыз. Айталық мен араға кез келген цифр қоямын. Математикада 10 цифр бар. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген, иә? Соны кез келгенін қоямын. Мысалы, мен 5-ті қойғым келіп тұр. Онда араға тағы бір цифр қоямын, сол үшеуінің қосындысы 3-ке бөліну үшін. Ол үшін мына екеуін қосам, 5-ке 4, 9. 9 уже 3-ке бөлінеді. Демек, араға 9-ға қосқан кезде 3-ке бөлінетін сан шығу керек. Мысалы, 6-ды қоямын. Сол кезде 6 қосу 9, 15, 15 3-ке бөлінеді. Демек, мына сан да 3-ке бөлінеді. Енді біз мына саннан не көрдік? 654 саны ол 2-ге де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді. Демек, 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға да бөлінеді. Тексеріңіз, 600 және 54-тің қосындысы бұл. 600-ді 6-ға бөлінеді, 54-ті 6-ға бөлінеді. Сол кезде 654 әрине 6-ға бөлінеді. 12-ге келетін болсақ, 12 ол 3 пен 4-тің көбейтіндісі. Значит, 12-ге бөліну керек сандар ол 3-ке де 4-ке де қатарынан бөліну керек, иә? Біз бірінші мынаны алайық. 4-ке бөліну үшін біз білеміз, 4-ке бөліну үшін соңғы 2 цифрмен жұмыс істейміз. Демек, айталық мен 12-ге бөлінетін қандай да бір 4 таңбалы сан құрастырғым келіп тұр. Ол үшін мен бірінші оны 4-ке бөлінетін қылып жасау керек. Яғни соңғы 2 цифрдан 4-ке бөлінетін сан жасалам. Таблицадан кез келген 4-ке бөлінетін сан аласыз. Мысалы, 32 4-ке бөлінеді. Мен ара 32 деп жазып қоямын. Болды. 32 деп аяқталатын барлық сандар 4-ке бөлінеді. Мынау орындалды. Енді 3-ке бөлінгішті орындау үшін араға цифрларын қосқан кезде мына 4 цифрдың қосындысы 3-ке бөліну керек. 3 қосу 2 5, араға айталық мен 4 жазғым келіп тұр. 5-ке 4 қосам 9, 9-ға 3 қоссам 12. Демек 3432 саны 12-ке бөлінеді. Қайдан білем? Ол 4-ке бөлінетін көрініп тұр соңғы 2 цифрдан, және 3-ке бөлінетін көрініп тұр цифрлардың қосындысы. Міне 3 қосу 4 7, қосу 3 10, қосу 2 12 3-ке бөлінеді. Сондықтан бұл 3-ке де 4-ке де бөлінсе, бұл сан міндетті түрде 12-ге бөлінеді. 15-ке дәл соқты 3-ке де 5-ке бөліну керек. Бірінші 5-ке бөлінетіндігін орындалайық. 5-ке бөліну үшін біз соңында 0 немесе 5 тұру керек екенін білеміз. Айталық енді 3 таңбалы сан құрастырып 15-ке бөлінетін. Соңында 5 жазам. Соңғы 5 маған 5-ке бөлінетін шартты орындайды. Енді 3-ке бөліну үшін жаңа біз бірнеше рет орындадық. 3-ке бөлінетін цифрлардың қосындысын іздеу керек, иә? Мұнараға мысалы 2 қойсам, 5-ке 2 қойсам, қоссам 7, 7-ге 2 қосам 9. Міне 225 саны ол 3-ке бөлінеді, 5-ке де бөлінеді, демек ол 15-ке де бөлінеді. 18 дәл сол 2 мен 9-ға бөліну керек. 18-ге бөлінетін айталық сіз 3 таңбалы сан немесе 4 таңбалы сан құрастырғыңыз келіп тұр. Соң 2-ге бөлінетін орындау үшін соңында бізде не болу керек? Мыналардың біреуі болу керек, иә? Мен соңында 0-ды қойып қоямын. Болды. 0-ды қойғанда ол 2-ге бөлінетін көрініп тұр. Себебі 2-ге бөліну соңында мыналар ғана болу керек. Ал 9-ға бөліну үшін ол 3 сияқты 9-ға бөліну үшін ол цифрлардың қосындысы 9-ға бөліну керек, иә?
Жақсы, онда мен араға цифр қосқан кезде 9-ға бөлінетін санын шығаратын іздеймін. Мысалы, 8 қоям, араға айталық 7 қоям. 7-ге 8 қосам 15, 15-ке 0 қосам 15, араға 3 қойсам 18. Мына цифрларын қосынса 3 қосу 7 10, қосу 8 18, қосу 0 18 қала береді. 18 саны 9-ға бөлінгендіктен бұл сан 3780 9-ға бөлінеді. 9-ға бөлінеді және 2-ге бөлінеді, себебі соңғы цифрдан көріп тұрмыз. Егер ол 2-ге де 9-ға да бөлінсе, онда 2 мен 9-ны көбейтінсе 18-ге де бөлінетін болып шықты. Яғни сіз қысқарту барысында осы қолдануыңызға болады. Енді бізге не қалды? 7 қалды, 11 қалды, 25 қалды. 7-ге бөлінгіш қасиетін қойып тексергеннен гөрі 7-ге бөліп тексерген тезірек болады. Неге? Себебі оның бөлінгіш қасиеті ұзағырақ. Мен оның бөлінгіш қасиетін бос жерге жазайын. Мысалы, біз қандай да бір үлкен санды 7-ге бөлмей білгіміз келіп отыр. Арнайы мен құрастырып алайын сіздерге. Айталық, ол былай болсын. 665 саны болсын. 665 саны жоқ, былай 655 болсын. Жоқ, 665 жақсы қалай болсын, 665. Мен 7-ге арнайы бөлінетін қылып аламын, сосын бөлінгіш қасиетін көрсету үшін. 665 саны 7-ге бөліне ма? 7-ге бөлінгіш қасиетті былай жасаймыз. Мына ең соңғы цифрысын жабамыз. Не көріп тұрмыз? 66 көріп тұрмыз. Осы 66-тан азайтамыз. Мына соңғы жапқан цифр көбейтілген 2-ге. 5-2 өтсеңіз 10 шығады. Сол 66-та 10 азайтқанда шыққан сан қарайсыз 56. Сол шыққан сан 7-ге бөлінсе, онда бастапқыда берілген сан 665 сан. Ол да 7-ге бөлінеді. Егер шыққан сан 7-ге бөлінбесе, мына сан да 7-ге бөлінбейді. Егер мен басқа вариант алатын болсам, айталық, сары түспен емес, мынандай түспен алайық. Егер мысалы 8300 так 37 дейік. Мына сан 7-ге бөліне ме, бөлінбей ме? Ол үшін жаңа не істедік? Біз соңғы цифрын жабам. Соңғы цифр жапқан кезде менде 833 тұр. Сол 833-ті азайтам, мынаны 2-ге көбейтіп аламын. Ол 7-ні 2-ге көбейтсем 14, сосын 833-тен 14 азайтып тастаймын. Не шығады? 819 шығады. Бұдан бірден 7-ге бөлінбей ме, көрінбей тұр. Сондықтан мына процессті тағы да қайталаймын мен. Мына соңғы цифрды жабам. Бұны 2-ге көбейтемді. Мына бастапқы 81-ден азайтам, мынарды 9-2 18-ді. 81-ден 18 азайтқанда сізде не шығады? 63 шығады. Осы сан 7-ге бөлінеді. Егер бұл сан 7-ге бөлінсе, мынау да бөлінеді, мынау бөлінсе, мынау да бөлінеді. 8337 7-ге бөлінеді. Бірақ бұлай есептегеннен гөрі, бұны сіз тез ұмытып қаласыз. Бұлай есептегеннен гөрі, бұлай бұрыштап есептеуіңіз жылдамырақ болады деп ойлаймын сіздерге. Сондықтан 7-ге бұлай қатты бөлінгіш қасиетін қолданып қажет емес сияқты. 25-ті айтып кетейін, сосын 11 ең соңғы болсын. Себебі 11-ді қызық бөлінгіш қасиеті. 25-ке бөліну үшін соңында бұлай аяқталу керек. 2-0, 25, 50 немесе 75. Соңғы екі цифр осы аяқталатын сандар ғана 25-ке бөлінеді. Себебі 25-ті 25-ке қоссақ 50, 50-ге 25 қоссақ 75, 75-ке 25 қоссақ 100, соңында 2-0. 100-ге 25 қоссақ 125, 125-ке 25 қоссақ 150, 150-ге 25 қоссақ 175, оған 25 қоссақ 200, соңында 2-0. Яғни осындай сандар ғана 25-ке бөлінеді. 11-ге бөлінгіш қасиетке керек. 11-ге бөлінгіш қасиет ол ең өзгеше басқаларынан және ең бір қызық қасиеттердің бірі. Сан 11-ге бөліне ме, бөлінбей ме білу үшін не істеу керек? Кез келген бір сан алайық. Мысалы, былай алайық, 165. Немесе, бұл 3 таңбалы, мен 4 таңбалы сан құрастырайын. 8000 айталық 52. Немесе 5 таңбалы сан құрастырайын. 91900 қанша болсын? 49 болсын. Осыны 3 таңбалы сан, 4 таңбалы сан, 5 таңбалы сан алдым. Осы сандар 11-ге бөліне ме? Былай қарасаңыз, бірден қарасаңыз көрінбейді. 2 таңбалы сандар 11-ге бірден бірге болады. Мысалы, 66 11-ге бөлінеді, 77 11-ге бөлінеді, 88 99 11-ге бөлінеді. Бірақ 3 таңбалы мынандай сандарға келген кезде қиналып қалуыңыз мүмкін. Екі әдісі бар. Біреуін көрсетейін. Сіз былай ең бірінші цифрды аласыз да, екіншісін қалдырып кетесіз, бір шаг аттап аласыз. Біріншісін аласыз, екіншісін қалдырып кетесіз, одан кейінгісін аласыз. Мына жерде қалай? 8-ді аламыз, 0-ды тастап кетеміз, 5-ді аламыз, 2-ні тастап кетеміз. Мына жерде қалай? 9-ды аламыз, 1-ді тастаймыз, 9-ды аламыз, 4-ді тастаймыз, 9-ды аламыз.
Не істейміз? Осы алған цифрларды бір-біріне қосыңыз. Осы алған цифрларды бір-біріне қосыңыз. Мына жерде үшеуін қосамыз бір-біріне. Сол кезде не шықты? Сол кезде 1-ге 5 қосқанда 6 шықты. Және мына қалып қойған сандарды да қосып аласыз. Бізде біреу болса, оны қойып қоямыз. 6 шықты. 8-ге 5-ті қосамыз. 13 шығады. Қалып қойғандарын қосыңыз. 0-ге 2-ні қосыңыз. 2 шығады. 9 қосу 9 қосу 9, 3 9 ол 27 шығады. Мына жерде 1-ге 4 қосаңыз 5 шығады. Егер мына екі қосындылар, яғни мына өзіміз алған сандар мен қалып қойған сандардың қосындылары тең болса, ондай сандар 11-ге бөлінеді. Тең болса, міндетті түрде 11-ге бөлінеді. 11-ге бөлінеді. Егер тең емес болса, онда азайтасыңдар бір-бірінен. Айырмасы 11, 22, 33, яғни айырмасы 11-ге бөлінетін сан болса, олар міндетті түрде 11-ге бөлінеді. Мысалы, 13 азайтылған 2 11, демек бұл сан да 11-ге бөліну керек. 8052 да 11-ге бөлінеді. Қазір біз оны тексереміз. 27 азайту 5 22, демек бұл да 11-ге бөлінеді. Егер сіз азайтқанда 11-ге бөлінбейтін сан шықса, мысалы, нарда 27, нарда 4 тұрса, 27 азайту 4, біз 23 болып қалады, ол 11-ге бөлінбейді, онда мына сан да 11-ге бөлінбейтін еді. Ал қазір олардың үшеуі де 11-ге бөлінеді. Мысалы, біз біреуін тексерейік, 8052-ні. 8052-ні бөлеміз 11-ге. 80-ді 11-ге бөлсек, 7-тен береміз 77. Нарда 35 қалады. 35-ті 11-ге бөлсек, 3-тен береміз 33. Нарда 2 қалады, соңғы 2 түседі, 22-ні 11-ге бөлсек, 2-ден береміз 22. Расында да мына сан 11-ге бөлінді. Мынау да бөлінеді, мынау да бөлінеді. Оны сіз өзіңіз тексерсеңіз болады. Бұл 11-ге бөлінгіштік қасиет. Сәл басқаша түрі бар. 11-ге бөлінгіш қасиетті білмеймін, ол қаншалықты оңай болады сізге. Ол түрі былай. Мысалы, мынаны санды алатын болсақ, 91946 алатын болсақ, топтау керек соңынан бастап 2-2 цифрдан. Нардан 49 аламыз, 2 цифр. Нардан 2 цифр 19, мынау біреу қалып қояды 19. Ой, мынау 49, 19, мынау 9 өзі алып қояды. Осыларды қосасыңдар. 9 қосу 19, қосу 49. Мен 49-ға 19 қосам. Менде қанша шығады? 68 шығады, 50 және 18. 68 шығады. Сосын мен 68-ге мына 9-ды қосам, 68 қосу 9, 77 шығады. Осы шыққан сан 11-ге бөлінсе, онда бастапқы берілген сан 11-ге бөлінеді. Арда былай топтаймыз. Соңғы екеуін, мына екеуін, 80-ге 52 қосам 132. Бұны тағы топтаймын. 32 және мына 1 қалып қойды, 32 1 қосам 33. Мынау 11-ге бөлінеді, сондықтан мына сан 11-ге бөлінеді. Немесе міне 65 қосу 1 66, 66 11-ге бөлінеді, демек мына сан 11-ге бөлінеді. Осындай екі түрі бар. Осы бөлінгіштік қасиеттері. Бір үлкен санды кішкентай санға бөлген кезде, немесе бөлшек болса, олар өзара қысқартатын кезде, осы бөлінгіштік қасиеттерін жиі қолданып отырыңыз. Сізге оңай болады.